Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін сәресі туралы тамаша ақпараттар айтып беремін. Сәресіне не істеу керек және сәресіні қалай ішу керек, осы туралы білетін боласыздар. Ең алдымен көп адамдар кейде кеш жатады, сонымен түнде ұйықтай салып, түнде ішкенімізбен жата салып ораза ұстай беруге бола ма деп жатады. Мүмкіндігінше сәресіге тұрған абзал. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәресіде береке бар деп айтқан. Сондықтан да мұсылмандар сәресіге барынша тұрады. Және екінші нәрсе, ол сәресіні кешіктірген абзал екен. Біз алдында айттық, ауызашарға керісінше асығу керек, оны кешіктірмеу керек болса, сәресіні барынша кешіктіріп дегенде де таң намазының уақыты кірмей тұрып, яғни соңғы сәттерге дейін кешіктіріп ішкен абзал екен. Және де бір айта кететін нәрсе, сәресіге құрма жеген жақсы екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы да бір айтқан сөзі бар, сәресіге құрма нендей жақсы деп айтқан екен. Мүмкіндіктеріңіз болса, тек ауыз ашқанда ғана емес, сәресіде де құрма жей жүріңіздер. Тағы бір айта кететін нәрсе, сәресі ішкен адамға Алла тағала рахмет етеді және періштелер салауат айтатын көрінеді. Яғни сәресіге тұрған құлын Алла тағала өте қатты жақсы көреді. Содан кейінгі тағы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар, өздеріңе күндіз ораза ұстауларың үшін сәресіге тұрып, ал түнде намаз оқуларың үшін кешке ұйықтап көмектесіңдер деген. Міне, біз егер жақсылап сәресі ішіп алсақ, онда оразамыз да күндізгі жеңіл өтеді деген сөз. Сонымен қатар, ауызша бар кезде, яғни сәресімізді ішіп болғаннан кейін дұға айтуды да ұмытпаңыз. Ол дұғада мен бүгін Алла разылығы үшін Рамазан оразасын ұстауға ниет еттім деп айтасыз. Бұл дұғаны кейбір адамдар былай да істеп жатады. Дұғаны айтып болып, артынан су ішіп жатады. Олай істеуге болмайды. Бірінші ішетін суыңызды, тамағыңызды бәрін ішіп аласыз да, соңынан дұғаңызды айтасыз. Міне, сіздерге бұл берген ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Сондықтан сәресіге ұйықтап қалмауға барынша тырысыңыздар. Ал менің сәресіге ұйықтап қалмау үшін не істеу керек деген видеомды көрулеріңізге де болады. Міне сілтемесін қалдырып қоям. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сәресіге тұрып жүрсіздер ме өзі?